Ассалаумалейкум қыздар, баршаға келіп жеткен қасиетті жұма күні мүбәрак болсын. Бүгін сіздерге қысқа арналған 40 қабат қосып дайындалатын керемет салаттың рецептісін ұсынғалы отырмын. Мен мұнда салатқа қажетті заттардың барлығын жуып тазалап дайындап қойдым. Айта кететін нәрсе, бізде үйде жолдасым екеуміз ғана болғандықтан салаттарды аз мөлшерде жасаймын. Сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, мен ұсынған рецепті бірнеше есе көбейтіп жасағандарыңыз дұрыс. Бізге ең бірінші қажет болатын нәрсе ол қызанақ. Алдыңғы видеоларды көрген болсаңыздар, мен үнемі айтамын, салаттарға мейлінше осындай шырыны мол етті қызанақтарды пайдаланғандарыңыз дұрыс. Болгар бұрышының жасыл түрін пайдаланамын, қызыл түрін пайдалансаңыздар да болады. Ал мұнда 40 қабат және де сәбіз. Көк шөптерді өз қалауларыңыз бойынша пайдалансаңыздар болады. Мен жарты бума аскөк және де кішкене ғана кинз алдым. Сонымен қатар бір бас сарымсақты да ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер қаласаңыздар, ұсақтап турап жасасаңыздар да болады. Әрине ол өз еріктеріңізде. Болгар бұрыштарын видеода көріп отырғандарыңыздай мейлінше ұсақтап турағандарыңыз дұрыс. Ал 40 қабатты мейлінше ұзындау етіп турағандарыңыз дұрыс. Салаттың ішінде өте әдемі көрінеді. 40 қабаттан жасалған салат екені бірден білініп тұрады. Сәбізді үккіштен өткізіп алдым, бірақ бұл жолы аса қатты ұзын қылған жоқпын. Шамада 2-3 сантиметрдей ұзындықта осындай келте-келте етіп өткіздім. Ал сарымсақтарымызды үккіштен өткізсеңіздер де болады, немесе дәл мен сияқты дөңгелек-дөңгелек етіп осылай турасаңыздар да өте әдемі көрінеді. Енді қазанымызға ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымызды құямыз. Үстінен болгар бұрышын саламыз. 40 қабатымызды және де үккіштен өткізіп алған сәбізімізді саламыз. Барлық көкөністерімізді жақсылап араластырамыз да отқа қойып, қақпағын жауып қайнатуға жібереміз. Салатымыз енді қайнап бастаған уақытта қант пен тұзын саламыз. Егер салаттың кішкене ащылау болғанын қаласаңыздар, тұзын көбірек қоссаңыздар болады. Енді 20-25 минуттай қайнатып аламыз. 25 минуттай қайнаған салатымызға енді сарымсағымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, ұсақтап туралған көк шөптерімізді қосамыз. Және де 9% уксустан 2 ас қасықтай қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да 10-15 минут шамасында қайнатып аламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді қайнап тұрған суда залалсыздандырылған банкамызға құямыз. Қақпақтарында 5 минуттай қайнатып алуды ұмытпаңыздар. Салат видеода көріп тұрғандарыңыздай өте сулы болып шығады. Нан батырып жегенге, немесе қыста тамақтарға қосып жегенге өте керемет үйлеседі. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 3 литрдей шығады. Мен мұнда 2 литрге ғана құйдым. Енді айта кететін нәрсе, қақпақтарын жаппас алдын міндетті түрде уксуспен қақпақтарды бір шайып алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде банкаларыңыз атылмайтын болады. Осылай кішкене ғана құямыз да барлық жеріне тигізіп шайып аламыз. Келесі қақпақты да дәл солай жасаймыз. Артылған уксусты төгіп тастаймыз. Банкаларымызды суытып алмай, ыстық кезінде банка жапқыш құралымызбен асықпай біркелкі бұрап отырып, жақсылап бекітіп жауып аламыз. Неге қыздар, біздің салатымыз осындай әп-әдемі болып шығады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Баршаға ас болсын.